Бәріне сәлем. Сіздермен бірге мен Бақытжанова Әйгерім. Бүгін менің сіздермен бөліскім келетіні кез келген тілді үйренудегі негізгі қателіктер және осы кез келген тілді үйренудің негізгі 3 құпиясы туралы айтқым келеді. Алдымен ол құпияларды айтпай жатып маған подписаться етіп, лайк басып және комментарий жазып кетуді ұмытпа. Ендеше біз көп сөзбей бастайық. Енді жаңа айтып кеткендей тақырыпта кез келген тілді үйренудің негізгі қателіктері мен үш құпиясымен бөлісемін дедім. Бірінші қателіктерге тоқталып кеткім келіп тұр. Негізі осы тілді үйренудегі бірнеше қателіктер бар барлығымызда. Біз қалай үйренеміз? Бірінші болып тілді бастаған кезде, кез келген тілді бастаған кезде ол ағылшын тілі ма, орыс тілі ма, корей тілі, түрік тілі, француз тілі маңызды емес. Кез келген тілді бастаған кезде біз грамматикадан бастаймыз, иә. Бір ережеде әліппесін, алфавитін жаттап бастаймыз, ережелерді жаттап бастаймыз, жазамыз, конспект, жаттығу жасаймыз, оған эксерсайздар. Оның барлығы эксерсайздар. Ағылшын тілін үйренгендіктен уже ойыма сразу келіп тұр. Бұның барлығы жақсы, бірақ бұл осы тілді үйренудегі ең негізгі үлкен қателікке жатады. Одан соң сөздік жаттау. Сөздікті не айтып тұр дейтін боласыздар. Сөздік, кез келген тілді үйренудегі ең маңыздысы ол сөздік. Сөздікті білу керек. Бірақ біз сөздікті қалай жаттаймыз? Мен сөздікті өзім басында осы құпияларды білмей жатып, бір сөзден жазып алып көп, мың сөзден де асырып солай жаттайтынмын. Бірақ кейін мен өзім бір ағылшын курсты сатып алдым. Бір керемет бір ағайдан. Әрине 20 скидкамен сол кезде 24 мыңға ғой деймін сатып алғаным. Сұрансы ба? Иә. Ар жаққа барып отырсам жақсы olur еді. Ол ағайымыз 5 тілді судай біледі. Қазақ тілін мен қазір қалай сөйлеп тұрмын, ол 5 тілде дәл солай сөйлейтін. Және тағы бір тілдерді үйреніп бастап отыр. Короче, оның бәрі бізге керек емес. Бізбен өзінің қалай үйренген құпиялары туралы бөліскен болатын. Сол кезде сөздікті бір сөзбен жаттау дұрыс емес екенін айтты. Бір сөйлем ретінде жаттаңыз. Мысалы, мен дүкенге барамын, мынау менің анам деген сияқты сол сөздерді үйреніп жатқан тіліңізде жазып алыңыз да дәл солай жаттаңыз. Себебі бір сөзден жаттап алған кезде, айтқан кезде ана дүкен, бару, мен оның барлығын құрастырып, ол 3 сөздің аудармасын біліп тұрсақ та, арасында құрастыруға қиыншылық туады. Автоматически құрастыра алмаймыз. Ойлану керек, сөздікті есіңізге түсіру керек. Ал егер сөйлем ретінде жаттап алсаңыз, ол автоматически миға келіп тұрады. Сразу айтып кетесіз. Немесе егер ұзақ сөйлем ретінде жаттау басында қиындық тудырса, тым болмаса 2 сөз тіркесінен қойып алып, солай жаттаңыз. Келесі қателікке тоқталып кететін болсақ, ол музыка тыңдау. Музыка тыңдау, көптеген тілдерді тіл үйрену туралы кеңес естіген кезде, сол тілдегі музыканы тыңдауды айтады. Бірақ біз ойлаңызшы, қазақ тіліндегі әндерді тыңдап, біз өмірде солай сөйлейміз ба? Ол әннің музыкасына қарай, ұйқасына қарай, ударениені басқа жаққа қояды, басқаша созады. Біз олай сөйлемейміз. Әрине, оның үстіне басында тілді білмей жатып, ол әнді түсінуде қиындықтар туғызады. Музыканы тыңдаған жақсы, бірақ қай кезде музыканы осы жалығып кеткен кезде, жалыққан кезде, немесе бір нәрсе істеп жатқан кезде, бір жаққа бара жатқан кезде музыка тыңдаған жақсы. Бірақ негізі бұл более-менее онша қатты ең тиімдісі деп айта алмаймын. Бұл осы ең негізгі қателіктер деп айтып кете аламын. Енді құпияларына келетін болсақ, тіл үйренудегі негізгі құпиялар. Ойлаңызшы, кішкентай бала дүниеге келген кезде ол бірден сөйлеп кетпейді ғой. Кішкентай бала тілді үйреніп кетпей жатып, ол бірінші анасын тыңдап бастайды, айналасындағы отбасындағы адамдарды, басқаларды тыңдап келіп, одан кейін кішкене 1-2 сөздерді айтып бастайды, буындарды айтып бастайды, сосын түсіне бастайды, сөйлеп кетеді. Содан кейін барып тыңдап болып сөйлегеннен кейін мектепке барады. Мектепте барып алфавиттен бастайды, грамматиканы үйренеді. Уже тілдің барлығын түсініп, үйреніп алған бала арқайын алып кетеді.
сол сияқты ең негізгі құпиясының бірі тыңдау. Біз тыңдауымыз керек. Грамматика, сөздіктен бұрын ең бірінші тыңдап үйренуіміз керек. ютубтан өзіңізге кез келген ұнайтын тақырыпта, мысалы көйлектер ұнай ма, көйлектер туралы, макияж жасау ұнай ма, көрген ұнай ма, оны да көріңіз. Бірақ үйреніп жатқан қай тілде үйреніп жатсыз? Ағылшын тілі ме, ағылшынша блогерлер, корей тілі ме, корейский блогерлерді тауып алып, солай сол тілде көріңіз. Енді олар бірден оны көріп кету сізге ауырлық туғызады, иә. Енді бастап жатқан болсаңыз, кішкентай балаларға арналған мультфильмнен бастаңыз. Олар өте жақсы көмектеседі, әрі жай, анық, түсінікті етіп сөйлейді. Және тек бір ғана видеоны көріп, уже келесіне өтіп кету, ол да дұрыс емес. Ол да мүмкін пайдасын тигізеді, бірақ пайдасы қатты болмайды. Бір видеоны мысалы алғаннан кейін, 5 минуттық видеома, оны күніне бір күнде или 2 күн бойы тек сол видеоны көріп жүріңіз. Қайталап көре беріңіз. Бос уақытыңыз болды ма, или жұмыс істеп тұрсыз ба, соны қосып қойыңыз да көре беріңіз. Біріншісінде түсініксіз болады, екіншісінде түсініксіз болады. Уже соңғы жақтарына келген кезде уже сразу түсініп отырасыз. Құлағыңыз үйреніп қалады не айтып жатқан. Одан кейін оны полностью көріп болғаннан кейін жалығып әбден өшіп тастады дейді ғой. Содан кейін барып басқа видеоға өтіңіз. Солай кезекпен кезек өзіңіздің уровеніңізге қарай қызығатын бір темадан видео тауып алыңыз да көре беріңіз, тыңдай беріңіз. Немесе машинада кетіп бара жатсаңыз, радио қосып қойсаңыз болады. Енді келесі бағанағы сөздік, екінші құпиясы сөздіктерді, қателіктерді айтқан кезде айтып кеттім, тағы да айта салайын. Мүлде бір ғана сөз ретінде жаттамаңыз. Тек сөйлем немесе сөз тіркесі ретінде жаттаңыз. Бұны айтып кеткеннен кейін көп тоқталмай қояйын. Ал үшіншісі ол сөйлесу, яғни практика. Мысалы, корей немесе қытай тілін немесе ағылшын тілін үйреніп жатсыз ба, тіпті орыс тілін үйреніп жатсыз ба, сол тілде сөйлейтін немесе сол тілді үйреніп жатқан бір досыңызды тауып алыңыз да, сонымен бірге сол тілде жазсыңыз, сол тілде сөйлесіңіз, голосовойлар жіберіңіз, алмасыңыз, үйренген сөздеріңізді. Негізі мен өзім ағылшын тілін үйренген кезде менімен бірге курсты сатып алған бір құрбым болатын. Сол екеуміз ағылшынша сөйлесіп, голосовойды ағылшынша жіберіп, бір-біріміздің білмейтіндерімізді сұрап, солай болады. Солай жақсы үйрендік. Бірақ егер ондай адам таппасаңыз, немесе болғанның өзінде де тағы да бонус ретінде Hello Talk деген приложение бар. Өте күшті, пайдалы. Платный версиясы бар, бірақ мен платный версиясын сатып алған жоқпын. Бесплатный версиясының өзі кәдімгідей күшті ағылшынымды көтерді деп айтсам болады. Ол Hello Talk, ол жерде кез келген тілді қай тілді сөйлейсіз және қай тілде үйренесіз, соны көрсетесіз де, содан соң сол сізге сол тілде сөйлейтін адамдарды және сіздің тіліңізді үйреніп жатқан адамдарды рекомендацияға жібереді. Сіз соларға жазасыз, немесе одан кейін ол жерде негізі өте көп жазады. Сіздің тіліңізде сөйлейтіндерді жазады, немесе тіпті ағылшын тілін или корей тілін үйреніп жатсаңыз, просто сол тілдің носительдері жазып отырады. Солармен өзінің автоматический переводчигі бар, бірақ ол қатты. В общем, сол программаны тартып алыңыз, одан кейін іші бәрі түсінікті, бәрі оңай, өзіңіз үйреніп кетесіз деп ойлаймын. Солай мен көптеген әлемнің шет жерінен ағылшын тілінде сөйлейтін достар таптым. Әрі таныс табасыз, әрі дос табасыз, әрі тіл үйренесіз. Егер шетелге шығып қалсаңыз, бұйырса, сіздің ол жақта досыңыз болады. Керемет емес па? Жалпы бүгінге айтқым келгені осы. Қателіктер тағы бір қорытындылап кететін болсақ, грамматикадан бастамаймыз, бір ғана сөздіктен жаттамаймыз, және музыканы тек ішіміз пысқан кезде, жалыққан кезде ғана сол тілдегі музыканы тыңдаймыз, үйреніп жатқан тілдегі. Ал негізгі құпиялары тыңдау және сол тыңдағанды қайталау. Одан кейін сөздіктерді сөз тіркесі және сөйлем ретінде жаттау. Және сөйлесу, практика болды. Ал қалғандар эссе жазу, диктант жазу, өз ойыңды жазу, оның барлығы өте жақсы, оның барлығы бонус ретінде, қосымша ретінде. Мысалы, мен ағылшын тілін үйреніп жүрген кезде
ағылшынша күнделік жаздым, пландарымды ағылшынша құрдым, және аптасына бір күнді белгілеп ағылшынша бір тақырыптарға эссе жазып отырдым. Өте қарапайым тақырыптан бастадым. Ең бірінші өзімнің биографиям, өзім туралы айтып, өзім таныстырып, одан соң менің отбасым, менің досым деген сияқты оңай тақырыптардан бастап ары қарай күрделеніп кете береді. Бүгінге мен айтарым осы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және менің инстаграмыма да жазылып кетіңіздер. Ол жерде мен көбірек өмірімді көрсетіп отырамын, сториздерде, прямой эфирлерге шығып отырамын. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.